Сәлем құрметті оқушы, сені биомап курсының ботаника бөлімінің алғашқы сабағында көргеніме өте қуаныштымын. Және де бүгін бізде жаңа сабақ, ең алғашқы сабағымыз өсімдік жасушасының құрылысы деп аталады. Ендеше сабағымызға кірісейік. Ең алдымен биологиядағы тым күрделі ұғымдардың барлығын түсіну үшін біз қарапайым дүниеден бастауымыз керек. Ол жасуша ұғымы. Жасуша дегеніміз не? Соның анықтамасына тоқталып алайық. Жасуша ол тіршіліктің ең негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Келесі бетінде біз қазір нақты түсіндіретін боламыз. Жасуша дегеніміз не? Және ол қайда кездесетіндігі жайлы. Енді қарапайым заңдылық. Біз білеміз, кез келген заттың міндетті түрде оны құрайтын бірлігі болуы қажет. Мынандай қарапайым бір мысал келтірейік. Егер де бір зәулім үй салғыңыз келсе, сіз міндетті түрде оның негізі ретінде тасты қолданасыз, немесе қандай да бір құрылыс материалын қолданатын боласыз. Тас дегеніміз біздің мысалымыздағы ол бір жасуша. Яғни біздің ағзамызды құрап отырған зат осы бір ғана жасуша болатын болып тұр. Яғни бірнеше тастардың бірігуінен бізде зәулім осындай үй шығып отыр. Енді біз білуіміз керек, кез келген жасушаға тірі ағзалардың белгілі бір қасиеттері тән болатындығын. Ол бізде көбею, өсу, зат алмасу, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік, қартаю және де тағы басқа бүкіл осы әлемдегі тірі организмдерінің барлығына тән қасиеттер. Және де тағы бір есте сақтайтын мәлімет, ол бізде жалпы мына тірі ағзалардың барлығының жасушаларының өзара химиялық және құрылысы бойынша ұқсас болатындығы. Яғни құрамы, химиялық құрамы және де құрылысы бойынша ұқсас болады. Жасушалар осындай, мысалы бір ғана жасуша болатын болса, осылардың барлығы бірігіп біздің ағзамызды құрайтын болды. Ал осы жасушалар бір-бірімен өз ара міндетті түрде ұқсас болады. Мейлі атқаратын қызметі бойынша, мейлі құрамы мен құрылысы бойынша. Осыны есте сақтаймыз. Енді біз осы жалпы ағзалардың құрамындағы жасушаларды зерттейтін ғылым саласы туралы білуіміз керек. Егер де сөздің түпкіріне қарайтын болсаңыз, сізде цит деген сөз шығады. Ал логос ол бізде ғылым деген мағынаны білдіреді. Яғни циттің негізі ол жасуша деген мағынаны білдіреді. Жасуша кез келген ағзаның негізі. Енді келесі сабақтарда біз мысал келтірген кезде, мысалы бұлшық ет жасушасының, бұлшық ет ұлпасының мысалы жасушасы деп айтатын болсақ, оны біз мысалы миоцит деп атаймыз. Осы жердегі міне цит сөзі жасуша деген мағынаны білдіреді. Жасушаны зерттейтін ғылым саласы деген ұғым осы жерден пайда болады. Біздің жасушамызды, яғни оның жасуша екендігін кім байқаған алғаш болып? Ол бізде Роберт Гук деген ғалым. Ол не істеген? 1665 жылы ең алғашқылардың бірі болып жасушаны зерттеген. Оған көрген кезде оны қандай ат қойған? Клетка немесе торша деген ат қойған. Енді оны қандай ағзадан байқағандығын анықтап кетейік. Бізде мысалы алдағы өтетін боламыз, жабын ұлпалары болады. Мысалы сабақтың сыртын қаптайтын бізде өң қабаты, тоғыз қабаты және де ең сыртқы қабаты, мысалы қыртыс қабаты. Осының именно тоғыз қабатын алған және оны осындай микроскоппен қараған. Сол кезде көптеген ондай ұсақ торшаларды көрген. Және оны қарапайым атаумен клетка деп атаған. Клетка яғни бір дәптердің торшасы сияқты болады. Енді ол осы байқаған ерекшелігін, ерекше құрылысын өзінің микрография деген еңбегінде жазып қалдырған болатын. Енді жаңа айтқанымыздай, жасушада негізгі компоненттер болады дедік. Және қандай жалпы құрылымдардан тұрады екен жасуша?
жасуша ең алдымен бізде сыртын қаптайтын сыртқы мембранадан тұрады. Мембрана немесе қабықша деп те атайды оны, және де жарғақша деп те атайды. Осы атауларын да біле жүргеніміз жөн. Цитоплазма дегеніміз не? Цитоплазма бізде жасушаның сыртқы қабырғасын салдық, оның ішін толтырып тұратын тұтқыр сұйықтығы. Және тағы бір негізгі компоненті ол бізде ядро болып табылады. Кез келген жасуша, міне мәтін берілген, тұтас тірі жүйе және кез келген жасушаның маңызды өзара байланысқан 3 компоненті болады. Немесе оны кейде бөлігі деп беруі мүмкін, немесе құрылымы деп беруі мүмкін тестта. Енді әр құрылымына жасушаның тоқталып өтейік. Мембрана айттық, өзінің бірнеше атауы болады. Ол бізде біріншісі мембрана, екіншісі қабықша және де жарғақша. Осындай бөлімдерден тұрады. Енді жасуша мембранасының басты рөліне тоқталайық. Ең алдымен ол бізде жасушаның сыртын қоршап жататын болғандықтан, біріншіден мына бізде сыртқы ортадан келетін түрлі факторлардан бізді қорғайды, яғни жасушаны қорғайды. Екіншіден, жасушаның пішінін өзгертуге және де пішін беруге қатысады, мүмкіндік береді екен. Келесі, цитоплазманың ағып кетпеуінен сақтайды екен. Төртінші қасиеті, өзіне қажет заттарды жасушаға ендіреді және қажетсіз заттарды әрине бөліп шығарып отырады. Бұндай қасиетін бізде жасушаның таңдамалы өткізгіштік деп атайды. Мына жерде суретте видеода шағын көрініп тұр. Белгілі бір компоненттарды жасушаның ішіне енгізіп отыр, ал қажет емес бөліктерін сыртқа шығарып отырады екен. Мембрананың егерде мына сыртқы қабатын үлкейтетін болсақ, осындай бізде сурет көрінеді, сызба көрінеді. Біз жаңа қарапайым түрде жасушалардың формаларын көрсеткен болатынбыз. Міне, ол бізде қарапайым дөңгелек формасындағы жасушаны көріп отырмыз. Бірақ жасушалар тек қана мұндай формада болмайды. Яғни оның мынандай формасы болуы мүмкін, немесе мынандай формасы болуы мүмкін, немесе мынандай ұзынша болған болуы мүмкін. Осындай әртүрлі олардың формалары бар. Мысалы, мына жерде қарайық. Нейрон бізде ол мидың бір жасушасы. Немесе бізде мына жерде сүйекті құрайтын остеоцит. Бұл сүйекті құрайтын жасуша. Жаңа айттық қой, тас бізде үйде құрайды деген сияқты. Бір ғана бұның бөлігі бізде жасушасы. Міне. Келесі, асқазан сөл мүшелерін құрайтын тағы бір осындай формадағы жасуша бар деген сияқты жасушалардың түрлі формалары болады. Осыны біле жүргеніміз жөн. Енді біздің білуіміз керек нәрсе ол мына жасушалардың арасындағы байланыс. Мәтінді оқиық. Көп жасушалы организмдерде жасушалар арасындағы байланысты жарғақшалы саңылаулар атқарады. Сол арқылы цитоплазмалар қосылады. Бұл жасушалар арасындағы зат алмасу үшін қажет. Маңызды сөздер жарғақшалы саңылау және де зат алмасу. Мынандай екі жасушаның арасында міндетті түрде байланыс болады. Оны мынандай жасушалық саңылау атқарады. Яғни, мынаның ішіндегі бір жасушаның ішінде цитоплазма, екінші жасушаның цитоплазмасындағы бүкіл қоректік заттардың барлығы бір-бірімен алмасып отырған болуы керек. Енді келесі бізде ол өсімдіктерде еріген зат пен судың бір бөлігі целлюлоза талшықтары арқылы шығуы мүмкін. Яғни арасында түзілген жасушаның түзілісі арқылы шығуы мүмкін дейді. Енді оны қалай түсіндіреміз? Жасушаның енді әр мысалы ағзаның жасушасының бір құрылысына ерекшелік болады. Өсімдікте осындай жасуша мембранасының сыртында жасуша қабырғасы болады. Қабықша емес, қабырғасы болады. Ол қосымша беріктік қасиет береді. Берік болуы үшін қажет. Енді бұның арасынан қалай бір-бірімен дәл осындай тағы бір жасуша тұратын болса, олар қалай байланысады дейтін болсаңыз, мыналардың арасында саңылаулар болады, қабырғасында болады, бірақ ол. Осылайша екі жасуша бір-бірімен зат алмасатын болады. Енді келесі бір маңызды компоненті ол бізде цитоплазма деп аталады.
цит өзіңіз көріп отырғандай жасуша, плазма соның сұйықтығы деген мағынаны білдіреді. Цитоплазма жасуша ішін толтырып тұратын тұтқыр сұйықтық немесе ішкі ортасы. Ол үнемі қозғалыста болады және де баяу ағады. Цитоплазмада белгілі бір қызмет атқаратын құрылымдық органоидтар болады және ең негізгі үшінші компонентіміз бізде ядро болады. Яғни ядро ол бізде бір органоид. Ал органоидтардың барлығы жасушаның ішінде именно осы цитоплазмада орналасады, ішкі тұтқыр сұйықтықта. Соңғы бізде жасушаның бөлімі, үш құрамдас бөлігінің, ол бізде ядро. Ядро жасушаның ең маңызды бөлігі, көбеюге жауапты. Міндетті түрде осы жасушаның ішіндегі мынандай ядросы екіге бөлінетін болса, мына жасуша өзі де екінші бөлікке бөлініп кетеді. Бірінші бөлік және екінші бөлік. Осы кезде жасушаның саны көбейеді. Ол біріншіден. Екіншіден, ядро ол бүкіл химиялық үдерістерді нәруыздар мен ферменттер синтезі арқылы бақылап, жасушаның бүкіл тіршілігін басқарады. Яғни ядро өзі нәруыз синтездейді. Нәруызды синтездейді, бүкіл химиялық үдерістерді осылайша басқарып отырады. Ол дегеніміз екі мембраналы органоид, оның ішінде сондай-ақ хромосомалар, ядрошық және кариоплазма болады. Жаңа айттық қой, плазма деген сөз сұйықтық деген мағынаны білдіреді, ал карион немесе бізде ядро деген мағынаны білдіреді. Бұл тек қана эукариот организмдерге тән. Енді ядроның құрылысын мұқият қарайық. Бірінші мембрана сыртын, екінші мембрана жабады. Неге? Себебі мына хромосома, ядрошық, оның барлығы да қосымша бір үдерістер арқылы былай айтқанда қорғалған болу керек. Себебі мысалы хромосоманың өзі тұқым қуалау ақпаратын сақтайтын маңызды бір құрылым. Осымен біздің бірінші сабағымыз, ботаника бөлімінің бірінші сабағы аяқталды. Келесі сабақта сіздер жасуша органоидтарына тоқталатын боласыздар. Барлығыңызға да сәттілік, келесі сабақта кездескенше.